Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай қызық екен деген ойынның жаңа бір шаблонымен таныстырамын. Ойынның аты қызық екен деп атадым. Жалпы шаблон 9 слайдтан тұрады. Бірінші титульный бет, одан кейін мынандай бізде осындай айналдыратын неміз бар. Айналдырады және осы жерден сұрақтар шығады. Сұрақтар кәдімгі тест ретінде беріледі. 4 варианты болады. Бір вариантымыз дұрыс болады, қалғаны қате жауаптарын беріледі. Негізі 6 сұрақ, жалпы сұрақ саны 6 сұрақ. 6 сұрақтан тұрады. Енді осындай ойынды сіз мысалы сабағыңызда ашық сабақта немесе тәрбие сағатта пайдаланамын десеңіз, комментарий бөліміне өтіп, осы шаблонды жүктеп аласыздар. Комментарий бөліміне өтіп, алғаннан кейін мынандай шаблонды аласыздар. Бұл шаблон осылай болады. Алған кезде сұрақ жазыңыз, сосын варианттары беріледі осындай. Осы шаблонды аласыздар. Не істейміз? Мына жерге сұрағын жазасыздар. Мен жаңа көрсеткендей сұрағын, сосын мына жерге дұрыс жауап, қате жауап деген жерге қате жауабын. Әртүрлі шаблонда әртүрлі дұрыс жауап әртүрлі жерде берілген. Мысалы, біріншісінде А-да берілсе, келесіде да, кейін В-сы осындай беріледі. Жалпы енді қалған жерін өзгертпейміз, өйткені стандарт түрде 6 сұраққа дайындалған шаблон. Егер біз сыныпта оқушыларымыз көп болатын болса, сіз мына шаблонды мына жерден файли деген жерден өтіп, сохранить как басып, 2 слайд етіп алсаңыздар болады. Сосын тағы да сұрақтарын қойып, 2 топқа немесе 3-4 топқа да жасаса болады бұны. Одан кейін тағы да айта кететін неміз. Мысалы, мына жерде мен жаңа ойында қалай ойналатынын көрсеттім, тура сондай. Мынау басылмайды қазір. Көп нелерде ойындарда айтылады, осы не істемейді деп маған айтып жатқандар бар. Ол қашан істейді? Мына жерге біз қазір редактировать етуге керек қой бізге. Жазасыздар ғой. Жазғаннан кейін, ал анимация, гиперссылка барлығы тек қана ойынды ойнаған кезде ғана істейді. Соны айтып өтейін. Енді осы шаблон ұнаған болса, комментарийіне ссылкаға өтіп, шаблон жүктеп алыңыздар, ашық сабақ тәрбие сағаттарында пайдаланыңыздар. Бұл назарларыңызға рахмет.